Менің историям вообще қызық қой. Мен негізі былай ғой, бұрыннан табан терлейді. Осы табан терлегенге бір не шығарсын, не бір енді сонша дамыған заман қазір бір зат шығаратын шығар дедім. Сонымен тұмау тиді да ауырдым, как раз тоже табан терлейді. Постоянно машинада 5 аяқ киім, где-то 10-15 нәски алып жүремін. Ауылға бір жаққа барсам. Сен мен аламын да 55 мың теңге серік сатып алып кетемін. Мен негізі ана аяқтарын былай жылып қыстың күні мұздайтын ғой, мына түгел мұздап жылынбайтын. Сонымен машинаға отырамын, жаңа жиенімді алып алғам, соның машинасына отырдым, стелканы аяғыма салдым, үйге барғанша маған қызды ғой, кәдімгідей қызды. Соны ойладым, күшті екен дедім. Сонымен үйге бардым да, жаңа жатқан кезде кішкене тұмау болып тұрған өзім. Жатқан кезде нәскенің ішіне киіп алып, түншін обычно көрпені қатты жамылып барыстам ғой, тұмау дегенмен. Түнімен көрпені теуіп шықтым. Таңертең тұрамын, ойлаймын, неден болып тұр, мүмкін стелкадан емес шығады ойладым. Сонда да сенбейсіз. Сонда енді бірінші күн ғой, бірінші күн киіп тұрмын. Сосын ертесін алдым киіп алдым. Күні бойы жүрдім. Таңертең тұрсам, аяғым ауырып тұр. Соны ойладым, мына стелканы бір нәрсе никто дедім. Тастасам, ақыры 55 мың теңге сатып алдым. Бесплатно лақтырып жүретін едім ғой, керек жоқ. 55 мың теңге сатып алған, киіп көрейінші дедім. Киіп едім, тұрып бақты. Сөйтсем менде кішкене не бар екен? Плоскостопие ма? Плоскостопие бар екен. Біз білмейміз ғой плоскостопие болмайды. Плоскостопие бар екен. Сонымен бір жерді сөйтіп аяғымды ауырып жүрдім. Бір жерді кидім. Бірақ екінші күні уже мына тіземнің астына менде как будто прокладка сияқты нәрсе, мына тізем дұрыс не алмайтын ғой, ұстамайтын. Сол сразу кетті. Екінші күні сразу кетті. Есіңе лестницадан шыққан кезде бір күні түсіріп, мына жағын сықырлайтын, сықыр еді. А қазір лестницаға шықсам, вообще жоқ уже. Сықыр жоқ, иә. Сосын белім ауырып, түншінде белім ауырып, бір аса былай жатып, білесе былай жатып, қолымды астыма басып жатып, ұйытатын, чтобы больді чувствовать етпес үшін. Сразу ол кетті, түншінде жақсы ұйықтайтын болды. Бұрын 8 сағат, 9 сағат ұйықтасам да ұйқым қалмайтын ғой. Өйткені түншінде қайта тұрасың, аяғың ауырады, былай емес. Қазір 5-6 сағат ұйықтаймын, ұйқым қалмайды. Терлегенді айтсаңызшы. Терлегенім екінші күн сразу басылды. Қойды. Жұмыстағылар да айтады, сен нәрсе жаймай қапсың ғой.